Жасалу жолы ерекше, өте дәмді кешкі ас іздесеңіз, дәл осы тағамды жасап көріңіз. Өзімнің де үйдегілердің де көңілінен қатты шықты, дәмі деген өте дәмді. Ең алдымен құрғақ табаға фаршымызды салып, өзінің суы шығып тартылғанша қуырамыз. Одан кейін жуамызды, сұйық май томатымызды салып 2-3 минут қуырып аламыз. Тәтті бұрышымызды, сәбізімізді және кукурузымызды салып, дәміне қарай тұз бұрышын қосып, 2-3 минут қуырып, суымызды құйып, 15-20 минутқа бұқтырып қойып қоямыз. Ендігі кезекте лавашын дайындаймыз. Суымызға сұйық май, тұзымызды, ұнымызды салып, қатты қамыр илеп, иін қандырып, 2 рет илеп, одан кейін өзімізге керек бөлшектерге бөліп, жұп-жұқа етіп, видеодағыдай қылып қамырды жайып алатын боламыз. Одан кейін құп-құрғақ табада, орташа отта лаваштарымызды екі бетін қызартып, жақсылап пісіріп алатын боламыз. Үлкен ыдысқа видеодағыдай лаваштарымызды әдемілеп сәндеп қойып, ортасына салмамызды салып, бетін көк жуамен сәндеп ұсынсаңыздар болады. Осымен біздің өте ерекше кешкі асымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, ұнап жатса лайк, комментарий қалдыра кетіңіздер.